Баршаңызға сәлем. Әне балалар, міне балалар демекші, олардың мінезі де, болмысы да сан түрлі болып келеді. Бірі өте көңілді болса, екіншісі үнемі тұйық әрі мұңайып жүреді. Олар қарапайым немесе айналасындағы құрдастарынан мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Бірақ қандай жағдай болмасын, әрбір ата-ана үшін өз перзенті әлемдегі ең керемет, ең қайталанбас тұлға болып саналады. Дәл осы бүгінгі видеомызда біз сіздерге өмірде бар екеніне сенудің өзі қиын, естігенде жағаңызды ұстайтын таңғажайып балалар туралы баяндайтын боламыз. Дайын болсаңыздар, бастайық. Оскар Ригли. Бұл бала сырт көзге өте қарапайым көрінеді. Оскар да құрдастары сияқты ойнағанды, асыр салғанды жақсы көреді. Бірақ басқа балалардан айырмашылығы, ол әйгілі профессорлар мен ғалымдармен тең дәрежеде тіл табыса алады. Сайып келгенде мұның сыры неде дерсіздер. Оскар бар жоғы 2 жасқа толғанда әлемдегі ең ақылды бала атағына ие болды. Сену қиын, бірақ оның 2 жасындағы интеллект коэффициенті, яғни ик деңгейі 160-тан асқан. Бұл данышпан Альберт Эйнштейннің деңгейімен тең. Осындай кішкентай кезінде ол жоғары интеллектілі адамдарға арналған әлемдегі ең әйгілі ұйым Менса халықаралық қоғамына қабылданды. Егер Оскардың алдында достармен қыдыру немесе кезекті кітапты оқу деген таңдау тұрса, оның еш ойланбастан кітапты таңдайтыны анық. Оливия Фарнсфорд. Ал бұл Терминатор қыз туралы оқиға. Англияның Хаддерсфилд қаласында тұратын Оливияның сирек кездесетін хромосомалық бұзылысы бар. Ол ешқашан шаршамайды, тәулік бойы тамақ ішпей жүре алады, және ең сорақысы, ауырсынуды мүлдем сезбейді. Дәрігерлер оны бионик деп атаса, анасы қызының болаттан жаралғанын айтады. Мамандар бұл құбылысқа таңғалудан әлі көз ашқан жоқ. Оливия әлемде мұндай ерекшелігі бар жалғыз адам сияқты, тіпті бұл дертке әлі ресми атау да берілмеген. Анасының айтуынша, бірде Оливияны көлік қағып, асфальтпен бірнеше метрге сүйреп кеткен. Айналадағылар зәре-құты қалмай қорыққанымен, кішкентай қыз орнынан тұрып, үстін қақты да, ештеңе болмағандай жолын жалғастыра берген. Каран Сингх. Құрдастарының ішінде ең ұзын болудың қандай екенін білесіз бе? Бұл бала мұны жақсы сезінеді. Каран туған кезде ақ бойы 63 сантиметр болып, өмірінің алғашқы минуттарында рекорд орнатқан. Ал 2 жасында оның салмағы 42 килограмм, бойы 124 сантиметрге жетті. Бұл кәдімгі 10 жасар баланың көрсеткіші. Қазір бұл бала 5 жаста, ал бойының ұзындығы 170 сантиметрді құрайды. 18 жасқа келгенде қандай алып болатынын елестетудің өзі қорқынышты. Бірақ осындай сыртқы аномалияға қарамастан, дәрігерлер баланың денсаулығынан ешқандай ауытқу таппаған, ол әбден сау. Лола Чуил. Әлеуметтік желілердің күші керемет қой, шіркін. Таныс болыңыздар, бұл Лола интернет кеңістігінің жаңа жұлдызы. 16 жасар бойжеткеннің парақшасында 345 мыңнан астам жазылушы бар. Оны қазірдің өзінде жаңа Наоми Кэмпбелл деп атап үлгерді, ал сән критиктері Лолаға үлкен модельдік мансап болжап отыр. Көптеген танымал агенттіктер онымен келісімшартқа отыруға құмар. Мұның сыры қыздың өте сирек кездесетін сұлулығында. Біріншіден, оның көздері сұрғылт көк түсті, екіншіден, мұрны кіп-кішкентай әрі мінсіз, ал үшіншіден, ең басты ерекшелігі көмірдей қап-қара терісі. Оның терісінің түсі әлемдегі ең қара нәсілді сәбидің түсіне жақын. Айтпақшы, ол сәби ұзақ тексерістен кейін кәдімгі ойыншы қуыршақ болып шыққан еді. Қысқасы, бұл қыз басқа планетадан келген адам сияқты көрінеді. Бұл оны тез арада танымал етті. Лиззи Кларк. Ал соңында біз сіздерге тарихтағы ең бұзық, ең сотқар қыз туралы айтамыз. Оның істемеген қылығы қалмаған. Лиззи Кларктың алғашқы ерліктерінің бірі ата-анасының Кадиллак көлігімен байланысты. Кішкентай қызға көліктегі жапсырма ұнамай қалған соң, ас үйдің пышағымен оны қырып тастап, үстіне мені жу деп жазып кеткен. ақш президенті Билл Клинтонның қызымен дос болғысы келген бұл сотқар қыз ақ үйге 167 рет телефон соғып, оны құрбысымен байланыстыруды талап еткен. Бірде ол үйге бақша шлангысын тартып әкеліп, кранды ағызып қояды. Нәтижесінде ата-анасының жатын бөлмесі суға толып, төсектері алып мұхитта жүзген кемедей қалқып кеткен. Тағы бір қызық оқиға әкесімен болды. Оның әкесі қызын қалай ренжіткені белгісіз, бірақ жазасы ауыр болды. Ұйықтап жатқан ер адамның үстіне бір шелек жуындыны төгіп жіберген. Бұл әлі бергі жағы ғана. Ол анасының қымбат орхидея гүлдерін улап, қайшы мен иттің құйрығын қиып, тіпті мысықтарға да зиян келтірген. Мұндайдан кейін ата-анасының жүйкесі қалай шыдағаны таңғаларлық. Ал бірде бұл сотқа қыздан сұхбат алуға келген журналистің қалтасына жұмсақ қонжықты білдіртпей салып жіберіп, бұл ағай ойыншығымды ұрлап жатыр деп айғай салған. Ол тілші бұл үйге екінші рет аяқ баспаған шығар. Осындай таңғажайып тағдырлар мен ерекше жаңалықтарды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі күнге осы, достар. Менің шеберханам, сіздің көңіл күйіңіз.